Қайырлы күн, балалар. Бүгін lesson 7, 7-ші сабақты өтетін боламыз. All about me, мен жайлы. This is me, бұл мен. My name is Айжан Алиева. My менің, name есімім Айжан Алиева. I am 8 years old. Мен 8 жастамын. I am in the 3rd grade. Мұнда TH әрпі бірге келсе, Z деген дыбысты береді, я? I am in the 3rd grade. My best friend is Dana. My менің, best жақын, friend досым Дана дейді. My favorite color is purple. Менің сүйікті түсім күлгін. Next, exercise 1. Read and complete. Read. Оқы және жалғастыр. Айжан is 8 years old. Мұнда көрсетілген жасылмен 8 деп 8 деген. Екінші сөйлемде, the second sentence, she's in the 3rd. Ол үшінші мына текстке қараймыз. Үшінші қайда оқиды? Grade, сыныпта оқиды. Мұнда біз жазамыз the 3rd grade. The 3rd grade. Her best friend is. Оның жақын құрбысы. Мына жерге суретке қараймыз. Оның жақын құрбысы кім? My best friend is Dana деп тұр, я? Ендеше біз Дананы жазамыз. Her деген оның деп тұр қызға. Онда жазамыз Dana. Her favorite color is. Оның сүйікті түсі purple. Yes? Онда жазамыз purple. Next, exercise 2. Tell the class. How old are you? Сыныппен бірге айтыңдар дейді. How old are you? Сенің жасың қаншада? What grade are you in at school? Қандай, нешінші сыныпта оқисың, я, мектепте? Who is your best friend? Сенің жақын досың кім? What's your favorite color? Оның сүйікті түсі қандай дейді, я? Мұнда жазамыз how old are you дегенде жазамыз мұнда I am 8 years old. Мұнда жазамыз I am 8 years old. Екіншісінде what grade are you in at school? Мұнда қалай жауап береміз? Сен мектепте нешінші сыныпта оқисың деп тұр, я? Бұл жерге біз жауап береміз I am in нешінші сыныпта оқисыздар? Үшінші, я? In the 3rd grade. Who is your best friend? Сенің жақын құрбың кім дейді, я? Мұнда жазамыз менің, яғни my best ең жақын деген friend
is дейміз да өзіміздің құрбымызды жазамыз. Мұнда жазсақ болады. Әйгерім дегендей. Келесі. What's your favorite color? Сенің сүйікті түсің қандай деп тұр, я? Бірінші айтамыз. Менің сүйікті түсім деп жазамыз. My favorite color